Ұлы нәубет. Арман мақсатына жетіп, кенжекейіне қосылған ер төстік ұзақ уақыттан кейін жер астына түсіпті. Жылан бапы ханға сұрау салып, мыңғырған малын сол елге көшіріп алған деседі. Бірақ жер үстіндегі әкесі мен анасынан, бауырларынан хабар ала алмай, күйініште өмір сүреді. Дегенмен, одан бері жылдықтар артта қалған еді. Төстіктің басқа амалы қалған жоқ. Күндердің бір күнінде ел ішіне ауру тарайды. Ұлы нәубеттің қасіреті адамдардан кейін малға да жұғып, ер төстіктің отар-отар қойын, үйір-үйір жылқысын қырып әкетті. Бұл соққы тек төстікке ғана ауыр деген жоқ. Батыр кешкі асты қайырып, жатуға ыңғайланғанда әлдебіреу «Ер төстік!» деп айғай салды. «Бұл күн болды кеш қарайғанда!» деп төстік орнынан байыппен тұрып сыртқа шықты. «Ер төстік, сені бапы хан шақырып жатыр. Аманшылық па?» «Онысынан хабарым жоқ, тек тезірек жетсін» деді. Жеңіл жейдесін үстіне іліп, төстік сарайға қарай аттанды. Бестісінен аспаған, тың тұрпатын сақтаған шалқұйрық желдей есіп, көзді ашып жұмғанша сарайдың қақпасына келіп тоқтады. «Кім келіп тұрған?» деді қақпа қарауылы. Көзге түртсе көргісіз қараңғыда біреу-біреуді байқауы қиын ақыс болатын. «Жер үстінің ері төстік!» деді шабарман өзін таныстырған болып. Сол мезетте қақпа айқара ашылды. Іштегі жылан кейіптегілердің барлығы адамға айналып, өз жұмыстарына кірісіп кетті. Төстік әлі де бапы ханның не себеппен шақырғанынан бейхабар болатын. Ішке кірсе, сарай алдында ханның ұлы мен қызы көздерін жасқа бұлап отыр екен. Бірден ұқты. Ханның хәлі нашарлапты. Төсек тартып жатқан бапыға төстік бірден көңіл айтып, жұбатуға асықты. Бірақ хан бапы: «Төстік, мені жақсылап тыңда. Қазір саған айтар маңызды жаңалығым бар», деп ер төстіктің қолынан қысып ұстады. «Құлағым сенде», деді батыр ханның жанарына тіке қарап. «Халім нашар, көрер жарығым да көп қалмады. Мұңайтатыны да бұл емес. Темір хан өзің әкеп берген қызын ұрлап кетті. Сол жағдайдан кейін жерімізде мына індет тарады. Айтпағым, бұл қастандық болуы мүмкін. Кек ал демеймін. Кекшілдіктен керегеміз кеңейіп кетпес. Бірақ осы аурудың дауасын тауып әкел, оны қолдан таратса, демек оларда емі де бар деген сөз. Менің білуімше, мұндай сұмдықты жер астының мыстандары жасай алмайды. Бұған перінің ғана шамасы жетеді». «Бекторы!» деді төстік тістеніп. «Дәл өзі. Бекторының озбырлығы жан шошырлық. Егер ол пері темір мен кеше ханға қосылса, онда ендігі көрер күніміз қараң болмақ». Төстік түні бойы бапы ханның жанында отырды. Сөйлеуге әлі келмей отырған хан таңға жуық жан тапсырды. Ер төстік баласы мен қызына қаралы хабарды айтуға дәті шыдамай, қызметші арқылы жеткізді. Бапы ханның қайтуынан кейін 10 жұма бойы қаралы күн болды. Жер астынан көңіл айтуға 5 ел ат артып келді. Тек келмеген Темір хан мен Кеше хан ғана. Төстіктің ашуы шыңына жетті. Сырың бітсе де, сыйың бітпесін деген ұстанымда жүрген бапы ханның ең болмағанда қайғысына ортақтаспағандары үшін қос хандыққа ызалы болды. Сапар. Жылан бапы ханның аманатын орындамаққа ер төстік шалқұйрығына мініп жолға шықты. Алдымен кенжекейге келіп, мән-жайды түсіндірді. «Отағасы, сізді жолдан қалдырғын келгеннен емес, бірақ ішіме сақтаған бір сырым бар еді. Қазір айтпасам, мүмкін кейін кеш болар», деді кенжекей. «Иә кенжекей, айта ғой, тыңдап тұрмын». «Құдай қолдап, бойыма бала бітті. Алғаш отау құрған кезде кеткен жорығыңызда қызыл орамалды бозіңкеніме байласам, енді өз беліме орамақпын». «Мына жаңалығың керемет қой.
Отағасы, егер оралмай қалсаңыз, өз дегенімнен баламызға ат қоюдан аулақпын. Одан да дәл қазір құлынымызға азан шақырып, есімін қойып кетіңіз, деп Кенжекей өз айтқанын өзі түсінбей егіле кетті. Сонда Төстік асыл жарының жанына жақындап, басындағы орамалын сәл көтеріп, маңдайынан сүйіп алды. Ұялыңқырап қалған Кенжекейінің қос қолын қатты қысып, мен Құдай қаласа аман есен ораламын. Сол кезде перзентімді қолыма ұстап, ат қоярмын. Артық уайымға салынба, Кенжекей. Ертөстік шалқұйрығының ер тоқымын сайлап, алыс жолға бет алды. Жол үстінде ескі достарын кездестіріп қалармын деген оймен айналаға қараумен болды. Күн екінтіден асып, ақшамға шығылған сәт. Кенет жел тұрып, дауыл ойнай бастады. Дереу бетін бүркеп, қашып құтылайын деп шалқұйрығын тепсініп қояды. Бірақ атқа да жан керек. Тұрған орыннан қозғалуға оның да әл дәрмені жетер емес. Әйтеуір болдым біттім дегенде жел де тоқтады. Қалың шаңның арасынан біреу атқып шығып, ассалаумағалейкум, жер үстінің батыры. Алыс шалғайда атыңды аздырып қайда жүрсің? Не мұқтаждық болып қалды? Деп желаяқ Төстікті сұрақтың астына алды. Уағалейкум ассалам, желдің баласы. Несін сұрайсың? Ата жау табалдырғымызға аты жаман індет қалдырып кетіпті. Соған өштеспекке шықтың ба? Жоқ досым, серттеспекке шықтым. Ескіні өшіріп, достығымызды нығайтсақ деймін. Оның дұрыс-ақ. Менімен біргесің бе, желаяқ? Қазір, деп желаяқ әлде қайда жоқ болып кетті. Бас аяғы 10 секундтың ішінде Төстіктің жанына келіп, жүр дегендей ыңғай білдірді. Қайда барып келдің, желаяқ? Ой, ол ұзақ әңгіме. Қойшы, 10 секундта көп істіндіріп қойдың ба? Енді атыма зат сай азамат емеспін бе? Ертөстік пен желаяқ шөл даланы кезіп ұзақ жол жүрді. Екеуі де шаңқай түсте, күннің сәулесінен діңкелері құрып, бастарын алып жүре алмайтындай шаршады. Саялауға ағаш таппай, ары-бері жүріп, табан тоздырды. Ертөстік, енді не істейміз? Деп, сұлап түскен желаяқтың сөзінен соң айнала қою қараңғылыққа ауса бастады. Екеуі де күн бататын уақыт жетпеген еді ғой дегендей аспанға қайта-қайта қарады. Бір кезде әлде біреудің қарқылдап күлгені естілді. Ертөстік пен желаяқ сол дауыстың шыққан жағына қарай жүгіре жөнелді. Іштей тау көлеңкесін сыйлаған кім екенін біліп келе жатыр. Таусоғар, деді Ертөстік шыдай алмай. Ертөстік, қош келдің, деді Таусоғар күлуін саптайып. Қайдағы қош келдің? Төстік жер астында өмір сүреді, деді желаяқ ойнақшып. Рас па? Төстік-ау, ең болмаса бір рет қонаққа келмедің бе? Жақсылап таудың бұғым аралына тойдырып жіберетін едім ғой. Жә, ештеңе етпес, оның да уақыты жетер, маған көмегің қажет, деп Таусоғарға мән жайды толық жеткізді. Төстіктің сөздерін зер салып тыңдаған Таусоғар, бұл қауіп Бапы ханның еліне ғана емес, барлығымызға төніп тұр екен ғой. Тездетіп пері мен оның одақтастарының көзін жоюымыз керек. Бір нәрсені қырып жойғаннан іс бітпейді, Таусоғар. Мүмкін олармен бейбіт келісімге келерміз. Оның да жөн. 3 сарбаз тағы да шөл даланы қақ жарып қадам басып келеді. Үшеуі кезек-кезек бастарынан өткен қызықты оқиғаларды айтып, жол қысқартып келеді. Бірақ тамаққа тойған батырларды қатты шөл қысты. Көлеңке табу оңай-ау, бірақ шөл далада сіміріп ішер су қайдан болсын? Баяғыда Бапы хан жер үстіне жіберерде өзі қосып берген әскермен 6 айлық шөлді өтіп едік. Сол уақытта менімен бірге тек күнке ғана тірі қалған болатын. Ал мына шөлдің бет қаратпайтын ыстығы одан да жаман екен, деді Төстік өткенін есіне алып. Осы маңда өзен болатын, деді Таусоғар денесін көтере алмай, әрең қозғалып. Қайдағы өзен? Ондайды көрген емеспін, деді желаяқ баж ете қалып. Бұл жақта өмір сүретін сен бе, мен бе? Жердің асты ортақ, кейде қатты жүгіргенде осы шөлді де кесіп өтетінмін. Екі жолаушы әңгіме жарыстырып, бір-біріне жеңістік берген жоқ. Шөлдері қанған адамдардай үрісті.
Ер төстіктің оларға қой деп айтуға шамасы келмей отыр. Бір кезде төстік алысқа көз салды. Алғашында көріп тұрғаны сағымдай сезілгенмен, жақындаған сайын шынайы көріне бастады. «Жігіттер!» деді артына қолын бұлғап, бірақ екеуі бір-біріне қатар сөйлеп төстікке дес берер емес. Төстік артқа қаратты. «Ей, жігіттер, анда өзен!» деп айқайлап жіберді. Желаяқ пен таусоғар бір сәт тынышталып, төстік нұсқаған жаққа назар аударды. Қараса шынымен арнасынан асқан су жатыр екен. Қуанып кетіп үшеуі де өзенге бас қойды. Суды іше бастағандары сол, су бірден тартыла қалды. Сағым екен ғой, деп үшеуі қолдарын бір сілтеп жағаға шығып еді. Өзен қайта толса кетті. Қайта ішті. Су қайта тартылды. Желаяқ пен таусоғар амалы таусылып ашулана бастаған. Төстік қамыс арасынан біреуді байқап, сол бақытқа қарай жүгірді. Жақындаған сайын мазақы күлкінің даусы айқын шығып тұрды. Қалың қамысты ашып қараса, көл таусар екен. Төстік қуанып кетіп, арқасынан жуан алақанмен бір қойды. Сол-ақ екен, көл таусар ұртындағы суын ұстай алмай, желаяқ пен таусоғар суға лап берген кезде жіберіп қойды. Қызығынан айрылған көл таусар орнынан тұрып, қонағын қарсы алды. Ер төстіктің келген мәселесін толық түсініп, жолдас болуға келісімін берді. Арып-ашып айшылық жол кезді. Төрт батыр осыдан кейін су мен асқа тарықпады. Көлтаусардың ордындағы суы мен таусоғардың иығындағы алып аң еті көпке дейін кәдеге жарады. «Бұл болмас», деді ер төстік. «Нені айтасың, батырым?» деді таусоғар назарын төстікке аударып. «Бұлай дала кезіп жүре берсек, сүйегіміз қалар. Тезірек көреген мен Саққұлақты тауып алып, Темір ханның мекенін іздеуіміз қажет». «Біздің де ойымыз сол. Бірақ амал нешік? Жер асты тұрғындары бір жерде байыз тауып тұрмайды. Өмір бойы сендер сияқты мекенімізді ауыстырмай жүре алмаймыз. Егер Саққұлақ пен көреген жолымызда кезіксе бағымыз, кезікпесе сорымыз». Айтып аушығанша болған жоқ. Жігіттердің заттары біртіндеп жоғала бастады. Біресе желаяқтың жезді тұсауы ұрланса, біресе төстіктің жебелері жоғалып кетті. Бұл істің мәнісін түсінбей, сарбаздар айнала шеңбер жасап тұра қалды. «Не болды, қорқып кеттіңдер ме?» деді біреу. «Саққұлақ-ау, зәреміз тұшырдың ғой», деп көлтаусар жерге отыра қалды. «Мұнда Саққұлақ қана емес», деді тағы бір бейтаныс дауыс. «Көреген», деді желаяқ. «Жоқ». Ақыр соңы жігіттердің көзіне екі сымбатты батыр көрінді. Бірі Саққұлақ, бірі Епті екен. Епті туралы естерінен шығып кеткеніне ұялыңқыраған жігіттер жақынын көргендей құшақтасып, хал сұрасты. Қауіптің беті ашылды. Епті мен Саққұлақ жаңалықтан хабардар екен. Тіпті олар ер төстікті өздері іздеп шыққан көрінеді. Бұлар кішкене жол жүрді де күн бата жантаюға бет алды. От жағып, таусоғардың иығындағы етті қақтап жеді. Асқазанға ел қонған соң естері де кіріп, мән-жайды нақтылауға көшті. «Көрегенді алып кетті дейсің бе?» деді көлтаусар ғайыптан әңгіме бастап. «Иә», деді Епті қысқа қайырып. «Оны қайдан білдіңдер?» «Менің еліме нәубет шапты. Қалың қазақ белгісіз аурудан қырылды», деді Саққұлақ дірілдеген дауыспен. «Оның қайдан, қалай жайлағанын ауылымыздың ақсақалы толық айтып берді. Кейіннен бұл Бекторы перінің ісі екенін білдік. Амалымыз құрып, ауыл жігіттерін жинап, Бекторыға іздеу салдық. Шөл кезіп жүріп, қырылатынымызды ішім сезді де, көрегенге бірге жүр деп қолқа салды. Жол ортасында Епті де қосылды. Әйтеуір әупірімдеп жүріп, Темір хан тұрақтаған аралды таптық. Әуелгі қорғанысын жайратқанымызбен пері Бекторыға шамамыз жетпеді». Саққұлақ сәл кідіріп қалды. Көңілін мұң шалып, жанарына жас келгені де анық байқалды. Саққұлақтың одан әрі сөйлеуге шамасы келмей отырғанын байқаған Епті сөзге кірісті. «Бекторының алдыңғы шепте жүрген көрегенге көзі түсті. Оның баласы бар екен». «Баласы дейсің бе?» деді желаяқ. «Ұрғашы перлер ұрпақ жалғастыра алмайды ғой. Тек еркектері бұған қабілетті», деп көлтаусар ойын ортаға салды. «Мүмкін бауыры болар», деді таусоғар. «Жоқ, мен бауырының көзін құртқанмын», деп төстік
таусоғардың пікірін жоққа шығарды. Саққұлақ Бекторының ол жігітке балам деп айтқанын анық естіген. Демек, бұл жерде бір кілтипан бар. Ал көрегенге келер болсақ, оны Бекторы түлкіге айналдырып жіберді. Содан баласы ителкіге айналып қашып бара жатқан көрегенді ұстап Бекторға апарып берді. Кезек Саққұлаққа келгенде мен ептілігімен оны құтқарып алдым. Жағдай осылай болды, батырлар. Жігіттердің салы суға кетіп, амалдары таусылды. Барлығы Төстікке басын бұрып, енді не істейміз дегендей қарап қалды. Төстік: демалыңдар, ертең самұрық құсқа барамыз, деп кері бұрылып жатып қалды. Жігіттердің де демі іштерінде тынды. Таң ата барлығы саймандарын сайлап, тағы да жолға шықты. Тақыртау бағытына қарай созылып жатқан асуларды оңай еңсеріп келеді. Бірақ Төстіктен басқа самұрықтың көзін көрген ешкім жоқ еді. Жылына бір рет қана ұясына оралатын құсқа қайтсе де үлгеру қажет. Кеше айтуғанын байқадым. Егер 10 күнде ұяға үлгеріп барсақ, көкектің басында самұрық оралады, деді Төстік жігіттерге рух беріп. Төстік, тоқташы, самұрығың кім? Ол туралы естімеген екенбіз, деп епті барлығының ойындағы сұрақты қойды. Ескі досым, деп Төстік қысқа қайырды. Бұзаубастар елі. 5 күндік жолды артқа тастаған батырлардың азығы да азайды. Көлтаусардың ұртындағы суды үнемдеуді талап етіп тұр. Бірақ Төстік ештеңеге берілмей жүре берді. Бір кезде шалғұйрық кілт тоқтап, қанша қозғаса да жүрмей тұрып алды. Жан серігім-ау, саған не болды? Деді Төстік атының жалын сыйпап. Осы кезде шалғұйрыққа тіл бітті. Қазір алдымызда 2 жол шығады. Бірі адам төзгісіз шөлді жол, күннің көзі ол жаққа қаттырақ түседі. Бірақ жолында ешқандай қиындық болмайды. Екіншісі жасыл желекке айналған жемісі мен масағы мол жұмақ мекен. Бірақ ол мекенді жарып өту мүмкін емес. Неге? Себебі оның өз иесі бар. Жасыл аймаққа аяқ басқан адам арғы жағынан шыға алмай қалады. Төстіктің өңі бұзылды. Көп жүрмей-ақ шалғұйрық айтқан қос жолдың торабына келіп тоқтады. Ер Төстік терең тыныс алып, екінші жолға қарай бет түзеді. Іле-шала артына қарап: жігіттер, қазір алдымыздан жасыл желекке толы мекен шығады. Қарнымыздың аш екенін білемін, бірақ бұл мекенде әр үзілген жапыраққа жауап алынады. Сондықтан ешкімнің көзіне түспей, ың-шыңсыз шығып кетейік, деп бұйыра сөйледі. Мүмкін өзімізбен бірге жемістерді де ала кетерміз. Болмайды. Ештеңеге қол тигізбеңдер. Барынша сақ болыңдар. Жасыл аймақтың да төбесі көрінді. Жігіттерді бір үрей, бір қорқыныш билеп, байыз таппай келеді. Аймаққа кірген бетте демдерін ішіне тартып, дауыс шығармауға тырысып келеді. Бірақ айналадағы жемістерге назар аудармау мүмкін емес. Онсыз да аш құрсақ болған батырлар көз алдындағысын шайпап тастауға дайын тұр. Дегенмен ер Төстіктің бұйрығы талқыланбайды. Шыдап бағуға тура келеді. Тыныштықтың шырқын бұзбай, шу шығармай келе жатқан жігіттердің ішінен Көлтауысардың сабыры таусылды. Мөп-мөлдір ағып жатқан дарияға назары ауып, аран ашылды. Бұл кезде бұйрықта басқасы да жайында қалған еді. Көлтаусардың ісінен кейін артық шу шықпағасын Төстік пен шалқұйрықтан басқалары тәтті жемістерге бас салды. Сиыр сауым уақытта жеміске толы бақ, суға толы дария бос қалды. Ой, Төстік-ай, сен де жоқтан жау шақырып, дайын асты жей алмай қанша жүрдік, сөйтсек ешқандай қауіп жоқ екен ғой, деді де Көлтаусар мысқылдап күліп алды. Жігіттер жолын жалғастырып, аймақтан шығар жол көрінген бетте айналадан жау қарасы көзге түсе бастады. Бұны Саққұлақ бірінші болып сезді. 10 емес, 1000 емес, одан да көп. Басынан бақай жағына дейін қаруланған адамдар, қашып кетуге шара жоқ. Айнала тегіс қоршаулы. Енді көзің жетті ме? Деді Төстік ашу үстінде. Жігіттер істеріне өкінгендей болып, қолдарына алған жемістерді лақтырып тастады. Қатты тойып алған желаяқта жүгіруге қауқарлы болмай тұр. Жаудың қарасы ғана көрінген. Бет сұлбалары байқалмайды. Сондықтан батырлар үміт пен күдіктің ортасында тұр. Сендер кімсіңдер? Қайдан жүрсіңдер?
мына мекеннің иесі бар екенін білмеуші ме едіңдер? Деген жуандау дауыс шықты. Одан кейін әңгіме көпке барған жоқ. Садақтан атылған жебе бәріне тиіп, ондағы ұйықтатқыш қоспамен жолаушылар ес түсін жоғалтты. Бейтаныс тіршілік топ-тобымен ұжымдасып, оларды балдыр торға қамады. Арасында тек таусоғарға ешкімнің шамасы жеткен жоқ. Ары-бері ыңғайға салып көрген еді, бірақ жерге жабысқан кенедей орнынан тапжылмады. Амалы құрыған жасыл аймақ сарбаздары таусоғарды құлаған орнына байлап кетті. Арадан жарты күн өткенде тордағы тұтқындар есін жиды. Балдырды қылышпен шауып, жебемен тесіп көруге тырысқан жігіттердің жолы ашыла қоймады. Өткір жезге де жүзін жоғалтпайтын балдырдан қашып құтылу мүмкін болмады. Амалы құрып, айласы таусылған батырлар келісімге келуді жөн көрді. Сонда Төстік қарауылға жүзін бұрып, «Ей, сен!» деді. «Кім? Мен айтасың ба?» деп қарауыл айналасына қарайлады. «Әрине сенен басқа кім болуы мүмкін? Жер үстінің төстігін қарауылдауға сен сияқты батырларды ғана жаратады». Рахмет. Иә, не арманың бар? Басшыңа бар. Сен тұтқынға алған ер төстік келісімге келуді сұрап отыр деп айт. Жарайды, деп қарауыл әлдебіреуді атап, оған мына жерге қарай тұр деген бұйрық тастап кетті. Қарауыл жас баладай алданып, әсем сөзге сеніп, төстіктің бұйрығын қуанышпен орындауға кетті. Сол кезде көл таусар: «Төстік, олармен қалай келіспексің? Біз тіпті олардың қандай ел екенін де білмейміз ғой», деп күйгелектене бастады. «Бұл бұзаубастар елі», деді Саққұлақ сыбырлаңқы дауыспен. «Олар осыдан 1000 жыл бұрын өз мекендерінен айырылып, қарақшылықпен айналысатын болған». «Сенің бұларға байланысың бар ма еді?» «Әрине ешқандай байланысым жоқ. Бірақ кезінде біздің ел бұзаубастармен көрші тұрған. Сондықтан бұларды менен артық ешкім білмес». «Иә, бұзаубас екенін аңғару қиын емес», деді епті қарауылға қарап тұрып. Ептінің айтқанында аяқ бар еді. Бұзаубастардың денесі адам кейіпте мойнынан басталып, белінен аяқталады. Ал белден төмен аяқтары ірі қара мал сияқты тақылдатқыш тұяқ болатын. Басындағы мүйізі қарағайдай, бұзау емес, тіпті бұқа дерсің. Бір қарағанда қорқынышты көрінген бұл тіршілік иелері шын туайтында ақмақ әрі аңқаулау келеді. Құралайды көзге атқан. Бұзаубастардың ордасы жасыл мекендегі Алып Арша. Алып Аршаға асық жүгірген қарауыл «Тақыр тұяқ!» деп айғай салды. Бұл бұзаубастардың басшысы. Қалғандарына қарағанда ақылды әрі қулау. «Иә, тыныштық па? Ана тұтқындардың ішінде бойшаңдау келген жігіт өзін асықпын деді». «Асық? Асығы несі?» «Ой, жоқ, тұяқ. Иә, тұяқпын деді». «Тұяғы кім тағы?» «Білмеймін, әйтеуір жер үстінің батыры деген атағы бар». «Мүмкін төстік деген келген шығар». Иә, дәл өзі». «Онда шақырыңдар, көрейік әуселесін. Шын төстік болса». Қарауыл демін алып, қайтадан қамаққа жүгірді. Денесі алып болғандықтан қимылы да олақтау көрінеді. Жүрген жерін бүлдіріп, қырып жойып өтеді екен. Қазірде сол дәстүрден жаңылған жоқ. Жол бойында біреудің құсын қашырып, біреудің атын үркітіп келеді. «Әй, төстік шық, сені тақыр тұяқ шақырып жатыр». «Не дейді?» «Шын төстік болса дәлелдесін, соңын сосын көрерміз» деді. «Жарайсың батырым», деп төстік тағы да қарауылды қошеметтеп қойды. «Айтпақшы, сенің атың кім?» «Жезтұяқ». «Жезтұяқ?» деді төстік түсінбей. Иә, неге олай?» «Бұл олақтың жезтұяғы тисе, тіпті жердің өзі қайысып кетеді», деді бөтен бір бұзаубас әңгімеге араласып. Төстік Алып Аршаның маңына келді. Төстікті көреміз деп жиылған бұзаубастар біршама екен. Тіпті арасында бәске басын тіккендер де табылыпты. Нақ төстік екенін, я өзі емес екенін білу үшін. «Иә, төстік, сен жайлы естіген әңгімеміз аз емес», деді тақыр тұяқ сөз бастап. «Жылан бапы ханнан бастап, жер астына қайта оралған сәтіңе дейін құлағдармыз. Тіпті кейін мен төстікпін деп жарияға жар салатын адамдардың да қарасы көбейді.
Сондықтан алдымен сені сынақтан өткізіп аламыз. Содан соң сен сұраған келісім орнай жатар. Ол қандай сынақ? Деді Төстік тағат таппай. Біз білетін Төстік, Құралайды көзге атқан мерген. Қазір біз алдыңнан жасыл мекендегі ең жылдам көлеге құсымызды ұшырамыз. Ол ұшқан қанатын тек бір рет қана қағады. Сол кезде сен асқан мергендігіңмен құсымызды жаралап алмай, бір қауырсынын жебемен үзіп түсіресің. Сынағымыздан сүрінбей өтсең, айтқаның қабыл болар. Сүрініп кетсең, өз обалың өзіңе. Мекенімде ашыртқыштар жетерлік. Төстік артық сөзге келместен шебесімен садағын алдырып, орманға қарай бет түзеді. Жиналған бұзаубастар демін іштеріне тартып, Төстіктен көзін алмай қарап тұр. Алып аршаның үстінен көлегейді жіберді. Құс қатты үлкен де, кішкентай да емес, орта денелі болатын. Тек қанаты денесінен кішкентай екен. Тауық пішіндес құсты ұшады деп ойлаймысың, дегенмен ер Төстік қол қусырып қарап қалған жоқ. Тақыр тұяқтың қулығын ұғып, дереу жебесін құсқа қарай көздеді. Ал көлегей болса, алып аршадан қолдайлап құлап келеді. Жерге бір сүйім қалғанда қанатын қағып қалды. Мерген Төстік жебесін жібергенде көлегей сәл бағытынан тайып, дегеннен есін жиып көкке өрлеп кетті. Жебені көріңдер, деп тақыр тұяқ бұйрық берді. Қараса жебенің басына бір емес, екі қауырсын ілінген екен. Халық Төстіктің мергендігіне таң қалып, ыстық ықыласын білдірді. Ал тақыр тұяқ уәдесінде тұрып, қонағын төріне шақырды. Ер Төстік достарын да ұмыт қалдырған жоқ. Тақыр тұяқ оларды да асқа алдырды. Ұрлап жеген тамақ пен еркін жеген тамақ екі бөлек екен, деді көл дауыс арқылжақтап. Барлығы да ду күлкіге қарық болды. Тақыр тұяқ пен басқалары сақ құлаққа ерекше зер салды. Танысын көргендей көзін айырған жоқ. Оны байқаған Төстік әңгімеге көшіп, Бекторы пері темір мен Кеше ханды құрығына қымтап, жер астына лаң салып жүрген деседі. Соны тоқтатуға бара жатырмыз, деді. Иә, бұл перінің зияны мені де айналып өтпеді. Мықты деген жауынгерлерімді өзінің ырқына көндіріп алып кетті. Қолдан ештеңе келген жоқ. Бар келгені тасалайтын жер іздеп кесіп кеттік. Тапқанымыз осы мекен болды. Жақсы мекен бұйырған екен. Әр кереметтің артында бір кілтипан тұрады қонағым. Бұл жерде бізге қайдағы тыныштық болсын. Өздерің ойлаңдаршы, мынадай жұмақ мекенді кім армандамасын. Біз жер астының мықтылары болып тұрғанда ешкім жанымызға келіп тіпті ауа жұта алмайтын еді. Енді міне, кейбір қорқақтар бас көтере бастапты. Барлығы үнсіз қалды. Тақыр тұяқ та артық сөз айтқысы келген жоқ. Бірі оның айтқанын шын ұқса, енді бірі ұққандай түр жасады. Дегенмен қауіптің төніп тұрғанын бәрі іштей сезінді. Құпия құты. Ас ішіліп болған соң қонақтардың жатын орындары көрсетілді. Төстік түнделетіп тақыр тұяққа қайта келді. Үй иесі Төстікті төрге шығарып, істің мән жайын толық түсіндіруге көшті. Бізге қауіп төндіріп тұрған бір халық бар, Төстік. Олар Бекторы шабуыл жасағанда қашып құтылған болатын. Енді өз мекендеріне қайтудың орнына біздікіне шүйлігіп отыр. Олардың мекенін Бекторы қиратып кеткен болар? Жоқ, Бекторы менің елімнің жауынгерлерін алып кеткен соң ары қарай шабуылын тоқтатты. Неге? Онысын білмедім. Мүмкін керек жауынгерлерін жинап болған шығар. Онда оған сонша жауынгер неге керек? Бекторы Темір хан мен Кеше ханның әскерімен ақ жер астын жаулап ала алады ғой. Жауапсыз сұрақ көп, Төстік. Енді менің мәселемді тыңда. Бізді тастап қашқан ескі мекен Алып таудың баурайында орналасқан. Сол таудың шар басында жасырын үңгір бар. Жасырын болғандығы сонша, бір қарағанда оны байқау мүмкін емес. Егер шыңнан домалақ тас көрсең, тапқаның. Оны біз қылыш қайрау үшін қолданғанбыз. Сол тасты ысырсаң, үңгірді көресің. Онда түрлі күш қуат беретін дәрі-дәрмектер, шөптесін өсімдіктер жасырынған. Тек олардың маған қажеті жоқ. Маған керегі құпия құты. Құпия құты? Иә, ішінде бұзаубастардың қайратын қайтаратын сусынның құпия құрылымы сақталған.
Егер сол құтыны әкеп берсең, мен сені және достарыңды босатамын. Тіпті саған қарыздар боламын. Ер төстік келісімін берді. Көмек ретінде достарын сұрап еді, тақыртұяқ жолдастыққа тек біреуін ғана аласың деді. Төстік ойланбастан шалқұйрығын мініп жолға шықты. Сапарға жеткілікті ас пен сусынды тұлпарына артып келе жатыр. Тамақты қайтарға да үнемдейін деп, бір күнде бір рет қана тамақтанады. Шалқұйрық тек қана жүйрік тұлпар емес, ақылшы жолдаста бола алатын. Ол бұзаубастардың ескі мекеніне жетпей кілт тоқтап, бұл мекенде біреулер бар, деп тіл қатты. Кімді айтасың, Шалқұйрық? Тастанды мекенге кім отау құрады дейсің? Тақыртұяқ ол туралы ештеңе айтқан жоқ. Тақыртұяқтың бұл жерге тұяғы тимегеніне 4 ғасыр өтті. Осы уақытқа дейін не болып не қойған ол қайдан білсін? Жарайды, сенікі де жөн. Онда мекенге бірден кірмей, тау жақтан тасалап қарайық. Анау жазықта көзге ілініп қалуымыз оп-оңай. Шалқұйрық желден жүйрік, түннен тыныш кейіпте таудың баурайына келіп тоқтады. Төстік серігінің сөзі рас екенін мойындап, тауға шығу жағын ақылдасуға кірісіп кетті. Өкініштісі, таудың 4 құбыласының 3-і құршар екен. Ол жақтан шығу мүмкін емес. Ал 4-ші беткейін жыртқыш аңдар қарауылдап жатыр. Бір қарағанда жыртқыштардың бейнесі қасқырға ұқсайды. Дегенмен кәдуілгі қасқырдан 10 есе үлкен. Құйрықтары қар барысыныкіндей ұзын, әрі қол тұрауындыкіндей қатты. Иісті 6 айлық жерден сезеді. Бірақ төстік пен шалқұйрықтың иісі бөтен болғандықтан жыртқыштар сезіктенген жоқ. Төстік терең ойға батты. Тауға шығар жол таппай ұзақ сенделді. 3 күн бойы айналаны торуылдап ақпарат жинады. Бірақ қарауыл жыртқыштар орындарынан қозғалмады. Сонда Шалқұйрық: жер үстінің есіл ері ер төстік, қазір жыртқыштардың назарын аударып, өзіммен бірге алып кетемін. Осы кезде сен үңгірді тауып құпия құтына алып түс. Бас аяғы 4 сағат уақытың болар. Түскен соң алдымды бөгеп тұра қал. Егер ұстап қала алсаң, Шалқұйрығың сенімен, ұстап қала алмасаң, жебеңді маған қарай көздерсің. Бәз біреудің қолында кеткенше сенің жаныңда ажал құшайын, деп сөзге келместен шаба жөнелді. Тау жортқан жыртқыштардың маңына келіп оқырынып кісінеп жер тепкіледі. Арандары ашылған жыртқыштар бір-біріне қарамай, таласа тармаса Шалқұйрыққа қарай жүгіре кетті. Сәйкесінше таудың шығар маңы бос қалды. Ер төстік дереу іске кірісіп, таудан жоғары өрлеп үңгірді іздейді. Екі өкпесін қолына алып, демі тарылса да, қайратын қозғап намысқа тырысты. Сүйікті серігінен айырылып қалуға жол бергісі жоқ. Әупірімдеп жүріп, домалақ тасты да тапты. Тақыртұяқ айтса айтқандай, алып таудың кеудесінде жасырын үңгір бар екенін ешкім байқамас еді. Әрине, егер ешкім оның сырын білмесе жақсы. Тасты домалатып, өзі сиятындай көлемде үңгір аузын ашты. Кіре сала төрдегі құпия құтыны алып, киімінің ішкі жағына жасырып қойды. Үңгірден шыға бере, батырдың назарын бір сұйықтық бөлді. Мөлдір су жарқыраған құтыда тұр екен. Артық етпес деп оны да қалтасына салды. Таудан құлдилай түскен ер алыстан атының шаңдатып келе жатқанын байқап қалды. Онымен ілесе, жыртқыштар да қалыспай келе жатыр. Ол Шалқұйрығын тоқтатқанша қарғып мінейін деп оңтайлы жағын таңдап тұрды. Төстік көзі ілеспес жылдамдықпен келе жатқан жүйріктің жалынан шап беріп ұстап, үстіне қарғып мінді. Шалқұйрық оның да жөн дегендей төстікке бір қарап, одан әрі жылдамдығын үдете түсті. Ал жыртқыштар шаңға шомып артта қалды. Асахан еліндегі ерлік. Қуанышы қойнына сыймай, өзіне дән риза болып келе жатқан батырдың күлкісі ұзаққа бармады. Шалқұйрық жылдамдығын басқара алмай, бағытынан жаңылған екен. Қатты екпінмен үлкен орды қалай байқамағандарын өздері де түсінбей, омақаса жығылды. Түсті орға! Деген біреудің қуанышты даусы саңқ етті. Төстік есін жиып атына қараса, 4 тұяғы жартылай желінген екен. Ары қарай жүруге де шамасы жетпейтін түрі бар. Ер төстіктің еңсесі түсіп кетті. Жаралы күйде көзінен жас тамшылап жатқан Шалқұйрықтың сөйлеуге мұршасы болмай жатыр.
Төстіктің өңешіне өксік тығылып, жанары жасқа малынды. Шелден жүйрік, серіден сымбатты, достыққа адал, жолдастыққа керім жүйрігім-ай, менің басымның амандығы үшін өзіңнің жаныңды аямайсың ау, дос деген сендей-ақ болсын, деп батыр аттың басын бауырына қысты. Сол кезде сықыр ете қалған дауыс шықты. Кенет үңгірден ала шыққан Құтты есіне түсті. Ішкі қалтасына қол сұғып қараса, Құтты шытынаған екен, бірақ ішіндегі сұйықтық төгілмепті, толып тұр. Құтының аузын ашып, Төстік мөлдір суды шалқұйрыққа ішкізді. Тәңір сақтаған екен. Сол бетте жүйрік аттың желінген тұяқтары қалыпқа келіп, есін жиып алды. Шалқұйрық жатқан орнынан қарғып тұрып, жерді тепсініп, тірімін дегендей кісінеді. Ордың жақтауына қараң-құраң адамдар топырлап келді. Бірінің қолында қылыш, бірінде сойыл, енді бірінде жезді жебелі садақ тұр. Жақсылық ойламағандары жүздерінен анық білінеді. Сонда көпшіліктен оқшаулау тұрған біреуі «Алып шығыңдар!» деп бұйрық береді. Төстік пен шалқұйрықтан артық жауап алмастан зынданға тастады. Басында қап-қараңғы болып көрінген зындан түбі көзді ашып жұмғанша жап-жарық бөлмеге айналды. Төстік мән беріп қараса, қамалған жалғыз құрбан емес екен. «Мен Ақылбекпін», деді шамшырақ ұстап тұрған бала. «Төстік, деп батыр кеудесін қолына қойып, көпшілікке бас изеді. «Мынау жер үстінің батыр емес пе?» деген күбір-күбір әңгіме көбейіп кетті. «Құдай-ау, іздеген адамды алдыма келген, жаратқан не деген құдіретті, сене алар емеспін», деп Ақылбек қуанышын қойнында сақтап тұра алмады. «Түсінбедім, азаматым», деді Төстік ілтипат білдіріп. «Мен жер үстінің батыры ер Төстікке серік болуға шыққан Ақылбек атты азамат боламын». «Төстікке серік болатындай қандай өнерің бар?» «Атым айтып тұрғандай, ақыл мен ілімнің иесімін, Құдайдан тілеп алған қабілетім бар, жер үсті мен астының құпияларын тегіс білемін». «Онда жарадың, бізді мына зынданнан алып шығудың жолын да білетін боларсың». «Ол жағын ойланып көруге болады», деп Ақылбек біраз тұрды да. «Негізі бір айла бар. Сендерді ұстап алған Асахан елі, бұзаубастардың жер ұйығын тартып алмақшы. Дегенмен Асахандардың жер қайысқан әскері болса да, бұзаубастардың қуат суынан қорқып, азуларын батыра алмай отыр. Егер Асахандар Төстік екеніңді білсе, онда міндетті түрде сені құпия судың құрамын біліп келуге жібереді. Сол кезде келісіп жол жүріп кет. Саған негізгі қуат су құрамының орнына ұйықтататын дәрінің құрамын беремін. Осылайша ұйқыға батқан Асахандардан құтылу оңай болады». «Онда істің жартысы орындалған екен», деді Төстік жымиып. «Қалайша?» «Қуат суының құпия құрамы менде. Бұзаубастар елінің тапсырмасымен Төрттаған тауынан әкелдім. Ендеше іске кірісейік». Тапқырлық. Ақылбек дереу құпия құтының ішінен құрам жазылған қағазды алып, орнына ұйықтататын дәрінің қағазын салды. Төстік онысын қойнына тығып, зындан қарауылдарының біріне өзінің Төстік екенін жеткізді. Асахандардың басшысы батырды дереу ордасына шақыртып жөн сұрады. Төстікті тексеру үшін бұзаубастар сияқты тапсырма беріп, сынақтан өткізіп көрді. Мергендігі мен межесін дәл көздеген батырға Ақылбек айтқан тапсырманы жүктеді. Сонда Төстік: «Мен өзім осы тапсырманы орындап келе жатырмын. Бұзаубастар елі достарымды тұтқынға ұстап отыр. Егер осы құпия құтыны апарсам, істің шешілгені. Бірақ оларға сеніп тұрған жоқпын. Аяқ асты сөзінен тайса, доссыз да бассыз да қалуым ғажап емес. Сондықтан осы қуат сусының құрамын өздеріңе берейін. Есесіне сендер менің достарымды босатуға көмектесесіңдер», деп Астраханды сөзіне сендірді. Астрахандардың басшысы Кебіскек дейтін бір көзді қарақшы екен. Түрі де сұсты, басы домаланған, бір құлағының жұмсақ еті жыртылған қорқыныштылау адам екен. Нәубеттен қырылып, бір төбе ғана қалған ауылдардың тұрғындарын зынданға қамап, байлықтарын барымталап алады екен. Ең асқақ арманы бұзаубастардың жасыл мекені. Одан кейін жер астына билік жүргізем десе де ешкім таңғала қоймас. Төстік алған құрамға сай Асахандардың тәуібі Төрттағанның теріскейінде орналасқан орманды алқаптан шөптерді жинап әкелді. Асахандардың асықпайтын түрі бар, ал Төстік бек торының былығы жайылып кете ме деген уайымда жүр.
Сол күні төстік Кебіскекке келіп: «Уа Кебіскек, шынымды айтсам, өзіңді сыртта естуім бар. Жер астын сендей заңына берік, сөзіне қатаң адам билеуі керек қой», деді құбыжықтың құлағын көтеріп. Батыр, адамды таный біледі екенсің», деп Кебіскек көкірегін кере сөйледі. «Бірақ сол мақсатыңнан тайып кетесің бе деп қорқам», деді төстік істің шетін шығарып. «О не дегенің? Бұзау бастарда бұл қуат суы қалған еді. Егер тез арада жорыққа шықпасаңдар, оларды жығуларың қиынға түседі. Менің ойымша, қазір сусынды дайындап, тайлы тұяғын қалмай ішіп алуларың керек. Оның сіңуіне де уақыт керек. Таң бозарғанда өзім хабар беремін. Сол кезде қуатты әскеріңмен бұзау бас тұрмақ жер астын жаулап аласың». Өтірік сөзге өңеші ісіп, танау көтерілген Кебіскек төстіктің айтқанын бұлжытпай орындады. Шаманның мына құрамға күдігім бар дегеніне қарамастан, қарулы жасаққа бірін қалдырмай ішкізді. Осылайша айласы өткен батыр тұтқындағы халықты босатып, өзімен бірге алып жүрді. Алғашқы шайқас. Айшылық жолда Ақылбектің зеректігі көп көмектесті. Жер астының жолдарын бес саусағындай білетін ол ұзақ сапарды мейлінше қысқартып бақты. Көп ұзамай межелі жерге де жетті. Бұзаубастар елінің басшысы Тақыртұяқ төстікті зор құрметпен күтіп алды. Ол ерте келген халқының да кеудесінен итерген жоқ. Ертесіне таң ата сапарға шығуға қамданған батырлар ас суын түгендеп алды. Сонда төстік Тақыртұяққа алғысын жаудырып: «Жолдың түбі қайда апарарын білмейміз, Тақыртұяқ. Бірақ Бекторының сұмдығына төтеп бере алмай жатсақ, өзің жақтан бір көмек күтеміз», деп өтінішін білдірді. «Мен сенің алдыңда қарыздармын, төстік. Егер жауыңды жер астынан тапсаң, мына екі тасты бір-біріне соқсаң жеткілікті. Мен жетіп келемін. Ал дұшпаның жер үстінде болса, мен шығатын жерді ылғал қылғайсың. Сол кезде көмекке көтеріле қоярмын», деп Тақыртұяқ серт берді. Жеті жігітпен жорыққа аттанған ер төстік бағыты алып бәйтерек. Жолай Ақылбекпен ой бөлісіп, өзінің тауып алған сиқырлы сусынның мәнін ашуға тырысты. Ақылбек ол істі жүзеге асырып, бірнеше құтысын дайындап үлгерді. Жер астының бітпейтін жерін кезіп, 8 жолаушы бір сұмдыққа тап болды. Алдарынан саны мыңға жететін белгісіз тіршілік иесі шықты. Бас салуға дайын тұрғандай, Ақылбектің жер астында мұндай халық жоқ деген сөзі қалғандарының зәресін одан сайын ұшырды. Жаудың түрі түсініксіз, адам емес, албасты. Мұрындары ұзын, бастарында бір-екі тал ұзын шашы бар, арқалары шығыңқы, құлақтары пілдің құлағындай үлкен екен. Адамдыкіндей екі аяқ, екі қолы болғанымен жер бауырлап жүреді. Табиғаты таңсық дұшпандар бір ауыз сөз айтпай, жер көкті құйындата шауып кетті. Арттарынан ілескен шаң, дүлей дауыл секілді екпінін үдетіп келе жатыр. Таусоғар беліне оралған алып тастарды кезек-кезек лақтырып, жауға қарсы амалды бастап кетті. Домалап барған тастар жолындағы албастыларды басып жаншып тастады. Төстікте қарап тұрмай іске көшті. Садағынан ұшқан бір оқ бірнешесін іліп әкетіп барады. Сақ құлақ болса, төстік пен таусоғарға жақындап қалған жаудың жайын айтып отыр. Желаяқ пен епті қолдарындағы қанжармен анталап келгендерді жер жастандырды. Желдей жүйткіген жау осылайша тып-типыл жоқ болды. Батырлардың арасында көл таусар ғана қорқып, бой тасалап қалған екен. Қызу шайқаста оны ешкім байқамапты. «Бұл не болды?» деп таусоғар дауыс көтере сөйледі. «Мен нақты білемін, бұл жер астынан емес», деді Ақылбек алдыңғы сөзін қайталап. «Мен айтайын», деді Саққұлақ. «Бұл Бекторының әскері. Ол өзіне кесірі тиіп кетпеу үшін біздің көзімізді жойғысы келеді». «Жарайды, бірақ біздің нақты мекенімізді қалай білу мүмкін?» деді Ақылбек. «Оларда көреген бар ғой. Жер асты мен үстінде көреген байқамай қалатын зат жоқ. Дұшпанымыз досымызды өзімізге қарсы қару ретінде қолданып жатыр екен. Іс насырға шаппай тұрғанда Бекторының жолын бөгеу қажет», деп төстік шал құйрығының бүйірінен теуіп жүріп кетті. Заманауи қарулар.
Алғашқы соққы жігіттерге жақсы сабақ болды. Әбден жүдеп жатаған жолаушылар демалуға тоқтағанда Ақылбек ойын ортаға салды. Жігіттер, жаңағы мыңдық маңайымызға келіп, алғымыздан алғанда мен қабілеттеріміздің соғысқа пайдасыз екенін аңғардым. Барлығы басын изеп, келіскендей сыңай танытты. Бірақ ашылып айтар сөзі болмаған соң, жақ ашып ешкім сөйлеген жоқ. Сонда Төстік: «Ұсынатын бір нәрсең бар ма?» деп Ақылбекке жылы шыраймен қарады. «Бар. Алдымен айтарым, мен тек жер астын ғана мекендемеймін. Кейде жер үстіне шығып тұрамын. Онда заман дамыған, жаңа технологиялармен жабдықталған, біз көрмеген, естімеген, тіпті ақылымызға да қонбаған заттар бар». «Тек түсінсем бұйырмасын. Қайдағы заттар? Не айтып кеттің?» деп Таусоғар тыпырши бастады. «Мысалы, Таусоғар, сен аяғыңдағы қайыс етікті құлағыңа тақап, 6 айлық жердегі танысыңның даусын жаныңа бармай-ақ ести аласың. Мынау есінен адасқан ба?» деп епті мырс ете қалды. Қалғандары да ештеңе түсінбей Ақылбекке басқаша қарай бастады. Ақылбек іштей: «Қазір сөзімнің шындығын көресіңдер» деп шалғұйрыққа артқан ауыр жүктерді түсіре бастады. Онысын жігіттердің алдына қоя салып, кезекпен түсіндіріп шықты. «Қазір менің көрсеткен заттарым немесе сөздерім түсініксіз болуы мүмкін, ештеңе етпейді. Бастысы өз міндеттеріңді түсінсеңдер болғаны. Бірінші, Таусоғардың қаруына келейік. Менің қолымдағыны жер үстіндегілер зеңбірек деп атайды. Оны пайдалануға 3-тен көп адам жұмылдырылады». «Мына кішкентай затқа 3 адамды жұмсай ма?» «Иә, себебі жер үстіндегі адамдар бұрынғыға қарағанда әлде қайда аласарған». «Мәссаған!» «Таусоғар, бұл құрылғыны қолданғанда жерден тас жинап жүрудің қажеті жоқ. Тек бір рет оқтап қойсаң болғаны. Ары қарай қару оқты клондап өзі шығара береді. Яғни ішіне оқ салмайсың. Мә, пайдаланып көр». Таусоғар қаруын қолына алып, ары-бері айналдырып шұқылап көрді. Ақылбек шүріппесін тартып жіберген еді, жер жарған ащы дауыс шықты. Қарудың үні болатын. Одан шыққан оқ жерден бір адам сиятындай сай қылдырып кетіпті. Риза болған Таусоғар тағы бірнеше рет атып, қызық қуып кетті. Ақылбек тағы бір қаруды Көлтауысарға кигізді. Киім секілді қару оның өлшеміне сай екен. Ақылбек қуанып кетті. Бірден Көлтауысардың артына тұрып: «Бұл қару сенің бойыңдағы суды тартып, одан мұз шығарады. Бір топ қарсыластың жолын бөгеп тастауға да шамаң жетеді. Бастысы дәл көздей алсаң болғаны», деп өзі бір рет атып көрсетті. Оқ тура Таусоғардың оғымен қатар ұшып, бір межеге тиді. Сол-ақ екен, Таусоғар ойған сайды Көлтауысардың қаруы мұзға толтырды. Бұлай болады деп тіпті Ақылбек те ойламаған еді. Барлығы таң қалыстарын жасыра алмай қуанысып қалды. «Қалғандарыңа қару дайындаймын, себебі жер астында керекті заттардың бәрін табу мүмкін емес. Жер үстіне көтерілгенде досыма сендердің қаруларыңды жасауды өтініп көремін». «Жер үстінде досың бар ма?» деді Төстік. «Бар. Бұрын неге айтпағансың?» «Сәті енді түсті, оның үстіне мен шығатын жолдың жабылғанына біраз болған». «Жер үстіне шығатын жолды айтасың ба?» «Иә, Бекторының індеті жер астына жайлағанда ауруға төтеп бере алатын дәрі іздеп жолға шыққанмын. Жер үстіне көтерілетін жол жабық болып шықты». «Бұның Бектормен байланысы бар деп ойлайсың ба?» «Солай болуы бек мүмкін, себебі жер үстіне шығатын 6 жолдың 5-еуі жабылды, 1-еуі құпия қалған. Оны тіпті мен де білмеймін». Ескі дос. Төстік қаруының қызығына батқан Таусоғар мен Көлтауысарды түртіп, жолға шығамыз деп ескертті. Қалғандарында құлағдар етіп, түнделетіп жол жүрді. Көзге көрініп қалған алып бәйтеректің түбіне бір күндік жолды артқа тастап, бір-ақ жетті. Төстік бәйтерекке өрмелеп шығып, самұрық досын іздеді. Ескі ұясы бұзылмаған екен, бірақ балапан басып шығармаған. Ұясын ары тінтіп, бері тінтіп, қауырсын тауып алды. Қауырсынды тұтатып, самұрықты күтті. Бәйтерегіне жедел жеткен алып құс алғашында Төстікті байқаған жоқ. Қонған кезде барып көзі шалды. «Бәйтерегіңді тастап, қайда орда тігіп едің, самұрығым?» Төстік, несін айтасың? Бекторы пері бұл мекенімді қарғысымен қымтап кетті. Одан кейін қандай балапан бассам да, құрығым құрдартпай-ақ қойды». «Бекторыға не зияның тиіп еді, досым-ау?» «Зияным деген жоқ.
жай жатқан тіршілікке сұм пері өзі келіп ұрынды. Мен құтқарып қалған балапандарың қанат жаятын жасқа келіп қалған еді ғой, олар қорғап қала алмады ма? Бекторы екі балапанымның санасын сыпырып тастап, басы байлы құлы етіп алды. Ал мені тірі өлік қылып тастап кетті. Перінің азуы қатты батқан екен досым, мұңайма. Сені ол сұмдықтан құтқарамын. Тек маған көмегің қажет. Ескі жарасының беті тырналған алып құс көзінің жасын ұстап қала алмайды. Жанарынан жасты жаңбырша жаудырды. Бәйтеректің түбіндегі төстіктің жолдастары нөсер құйдыма деп қалды. Менен не көмек, деді самұрық өксігін тыйып. Бекторының қазіргі мекенін айт, және жер үстіне шығатын соңғы құпия жолды тауып бер. Бекторы сол сен шыққалы жатқан жердің үстінде, билігін нығайту үшін Қаратаудың қамағында отырған пері туыстарын бостандыққа шығармақшы. Егер ол сөз жүзеге асса, жер үстіне де астына да тыныштық жоқ. Оны қалай шығарып алмақшы? Жер үстіне 4 жылда бір келетін қасиетті күн бар. Ол перілердің күні. Бекторы сол кезде ерекше күшке ие болады. Сонда оның жолын бөгейтін ешкім қалмайды. Самұрығым-ау, ол қай күн? Ақпанның 29-ы, қалқаған қыстың соңғы күнінде. Онда уақыт жоғалтпай аттанайық, бізге жол көрсет. Жер бетінің жаңа қонақтары. Бір қанаты айлық жолға жететін самұрық құс төстік пен оның жолдастарын отырғызып жоғары қарай қанат қақты. Шөлдің ортасында орналасқан тұйық тірек көлінің үстіне ұшып келді. Төстік, әне, анау көлдің ортасындағы ойыққа дөп түссеңдер, жер үстінің күнімен шағылысқан көл сендерді жоғары көтереді. Бірақ қай жерден шығатындарың белгісіз, сондықтан абай болыңдар, деп самұрық көлге жақындау ұшып қанат жайды. Барлығы кезекпен секіріп, көл ортасындағы ойыққа дәл түсті. Ойық оларды батырып барып, қайтадан аспанға қарай лақтырып жіберді. Бір сәт айнала ағарып, жарық сәуле көз аштырмады. Сәлден кейін есін жиып қараса, белгісіз мектептің киім ауыстыратын бөлмесіне тап келіпті. Әлден уақытта бір кісі есікті ашып, «О, қош келіпсіздер, костюмдеріңіз керемет екен», деп киімдерін ұстап көрді. «Рахмет, біз қай жердеміз?» деді Ақбілек жымиып. «Тойда, сіздер балаларды ойнатуға келдіңіздер емес пе, солай ма?» деді бейтаныс кісі сезіктеніп. Әрине, жай ойнатып жатқаным ғой», деді Ақбілек абдырап. «Жарайды, мен ұйымдастырушымын, қандай да бір сұрақтар болса, маған айтыңыздар», деді де шығып бара жатып. Айтпақшы, бірінші қабатта сіздерді күтіп отыр, тездетіп шығыңыздар». Ақылбектен басқалары ештеңе түсінбеді. Бөгде әлемге түсіп кеткендерін енді аңғарды. Терезеден қалаға қарап, тіптен таң қалысты. «Мынау қай жер?» деді желаяқ. «Жердің үсті», деді Ақылбек қош келдіңдер дегендей. «Төстік-ау, сен мынадай жұмақ жерді тастап, жердің астына түстің бе?» деді таусоғар аузы ашыла қарап. «Мен түскенде жер үсті бұлай дамымаған болатын». Төстік те, басқалар да өз миссияларын ұмыт қалдырды. Қала қозғалысын бақылап, жаңа жүйеге үйренісе алмай тұр. Ақылбек дереу сыртқа шығып іске кірісті. Кетерінде жігіттерге «Ешқайда шықпаңдар», деп ескертіп кеткен. Адамдардан сұрастырып жүріп, ескі досы Жомарттың телефонына қоңырау шалды. «Ақылбек, сен бе?» деген көтеріңкі үн шықты. «Иә досым, мен ғой», деді Ақылбек сәл кідіріп. «Құдай-ау, қайда жоқ болып кеттің? Сәл болмағанда саған іздеу сала жаздадым ғой». «Жомарт, мені жақсылап тыңдап алшы. Қазір мен саған бір шындық айтамын». Ақылбек жер астының тұрғыны екенін ашып айтты да, ары қарай мақсатын айқын түсіндіре кетті. Жомарт кез келген іске бейжай қарамайтын. Ақылбектің айтқан сөздерін ой елегінен өткізіп, «Досым, қайдасың?» деп төтесінен сұрақ қойды. «Ақтөбе қаласы көктем мейрамханасындамын». «Сонда бол, бірер сағатта боламын». Ақылбек тұтқаны қойып, телефонды иесіне апарып берді. Одан әрі жолдастарын іздеп, өздері түскен киім ауыстыру бөлмесіне бас сұқты. Ешкім жоқ. Ақылбек ақылынан адаса жаздады. Жігіттер бір нәрсе бүлдіріп, тұтқынға түсіп қала ма деп қатты қорықты. Бақытына орай олай емес екен. Жаңағы жуан мойын ұйымдастырушы Төстік пен оның жолдастарын балалардың ортасына сүйреп апарған екен.
Төстік балаларға өзін және жолдастарын таныстырып, көпшіліктің көзіне ілініпті. Тіпті кейбір үлкендер керемет идея екен, Бэтмен, Супермен дей бермей, өзіміздің батырларымызды да насихаттасақ болады екен ғой, деп ризашылықтарын білдіріп жатыр. Ақылбек сәлден соң жолдастарын алып мейрамханадан шықты. Шығар жолда ұйымдастырушы: кешіріңіз, сіздің есіміңіз кім? Ақылбек. Осы кісілердің администраторысыз ба? Иә. Сіздерді мақтап жатыр. Барлығы шынайы, ертөстіктің тап өзін көргендей болдық. Ата келіп тіптен риза қылдыңыздар. Айтпағым міне, мынау менің визиткам. Тапсырыс қабылдайтын болсаңыздар, хабарласыңыздар, күтемін. Деп Ақылбек асығыс-үсігіс қоштасып кетті. Жомарт жүйткіп жеңіл көлігін тізгіндеп 2 сағатта жетіп келді. Көптен көрмеген досын қуанышпен қарсы алып, көліктің жаңа моделімен таныстырды. Досым, бірнеше адамбыз деген соң осыны мініп келдім. Жылдамдығы өте күшті көлік. Сағатына 500 шақырымды еңсере алады. Мәссаған, жаңалық ашудан жалықпайсың ғой, Жомарт. Кеттік, мініңдер. Қалған мәселені жолда ақылдасамыз. Атты не істейміз? Көліктің артында қосалқы орын бар, соған сыюы керек. Ақылбектен басқалары жаңа заманның ырғағына ілесе алмауда. Көкте қалықтаған ұшақтар, желдей жүйткіген жеңіл көліктер, рельсімен сырғыған жүрдек пойыздар, барлығы да жер асты тұрғындарына таңсық көрінуде. Мына көлдің аты қалай? Мұндай мекен жоқ еді ғой, деп Төстік әлдене есіне түскендей сұрақ қоя бастады. Бұл Арал теңізі. Не, мүмкін емес. Сендер көл мен теңізді айыра алмайсыңдар ма? Айтқаным рас, тек Арал ернеуі толған теңіз қалпынан баяғыда айырылып қалған. Енді бұл жай ғана канал. Аралым-ай, арнаңнан 6 айлық су алса да кемелің кемімейтін ғажайып едің. Қазір міне бетіңді тұз басып жатыр. Асым деюдің әскері. Төстік баяғы бейбіт күндерін есіне алып, мауқын басқандай болды. Жол бойына қондырылған түрлі техникаларды көріп, әуестігі артты. Басқалары да жолды тамашалаудан жалықпай келеді. Досым, мән-жайды айта отыр, деді Жомарт Ақылбекке қарап. Нені айтайын? Телефонда түсіндіргенімдей, жерге үлкен қауіп төніп тұр. Перінің қызы Бекторы зұлымдығын асырып, жердің астын жайпап бітті. Енді міне, кезек жердің үстіне де келді. Оның жолын кібісе жылының қасиетті күніне дейін бөге бүлгермесек, ары қарай төтеп бере алмай қаламыз. Сен айтқан оқиға орын алды десеңші, мына кісілер солар ма? Иә, менің артымдағы атақты ертөстіктің өзі, оның жанындағы желаяқ пен епті, артында саққұлақ, көлтаусар, таусоғар отыр. Бір адам жетпейді ғой, ертегіде бұл кісілер 8 деп көрсетілген. Көреген, оны Бекторы қамаққа ұстауда. Оның қандай қасиеті бар еді? Көріп келдік, жердің үсті мен асты оның бақылауынсыз қалған емес. Онда Бекторы сендердің жер үстіне шыққандарыңды біліп отыру әбден мүмкін ғой. Дәл солай, деп Ақылбек көлік терезесінің жақтауынан қараң-құраң еткен көпшілікті байқады. Топ-топымен жиналған көпшілік көліктерін тастап, кері қарай қашып бара жатыр. Ақылбек мән-жайды білуге сыртқа шығып, алға бірер қадам басып еді, шудың мәнісін тез ұқты. Пері Бекторы жер үстінен шыққан қонақтарына көп әскер жіберіпті. Ақылбектің артынан ілесіп, барлығы әскери қорғаныс құрып, сақадай сай тұрды. Мыналарың алдыңғысынан көп қой, деді таусоғар қаруын қамдап жатып. Ештеңе етпейді, қазір біз олардың күл-талқан шығарамыз, деп көлтаусар қорқынышын жасырып, өзінше қайраттана сөйледі. Дегенмен қолы қалтырап, аяғы дірілдеп әрең шыдап тұр. Төстік көліктің үстіне шығып, садағымен алыстағы жаудың қарасын көздеді. Таусоғар мен көлтаусар бірігіп қарсы соққы жасады. Көлтаусар атқылаған мұз бірнеше жауды орнынан қатырды. Осы кезде таусоғар тас атқышымен орында қатқан құбыжықтарды жайратып үлгерді. Барлығы шамасы келгенше күресіп бақты. Алғашында жау жайы жеңіл болып көргенімен, артынан алып диюлардың тобыры көрінді. Мыналар Асым диюдің әскері емес пе? Бұлардың бізге не қастығы болды екен? Деді епті сасқалақтап. Өштігінде шаруам жоқ, қарсы шапса жау деген сөз, қазір мен олардың көкесін танытайын, деп желаяқ қолына әлденен орап, көзден ғайып болды. Желде ескен екпінімен бір диюдің қос аяғын қосып орады да, мойнына шығып, басынан бір қойды.
Алып дию тұсауланған күйі қадамынан жаңылып жерге топ етіп түсті. Қайта тұруға ышқынғанымен тұра алмады. Құлап жатқан диюларға Саққұлақ қанжар қадап жер жастандырмақ болғанда Төстік: тоқта Саққұлақ, оларды осылай құрықтайық, өлтірудің қажеті жоқ, диюлармен келісуге болады, деп тоқтау салды. Желаяқ та жетіп келіп: Төстіктікі жөн, ана тұрған асымды ұстап жауап алу керек, қалғанын кейін көреміз, бәрі бір құлаған диюлар өздігінен тұра алмайды, деп жолдасын қостап қойды. Жігіттер қақтығысты одан әрі жалғастыра берді. Желаяқтың бауына оратылып, омала қалғандардың саны қанша десеңші. Ал Бекторының әскері жараланғанда күлге айналып, бірден жоқ болып кетеді екен. Бұны байқаған Ақылбек күлін алып, бір уысын қалтасына салды. Сыры неде екенін білгісі келген болар. Кезек-кезек құлаған диюлардың соңғысы қашуға ыңғайланды. Желаяқ Асым диюды ұстап алуға барын салды. Оған көмектесемін деп Саққұлақ та ілесе жүгірді. Жолда кезіккен албастылардың саудасын бітіріп, екі батыр қолбасшылардың жанына жақындап қалған еді. Шегініңдер! Деген дауыс шықты жау жақтан. Желаяқ Асымды құрықтап үлгерді. Оның қасында бейқам тұрған Саққұлақты бір үлкен құс тұмсығымен тістеп ұрлап әкетті. Төстік пен Таусоғар қанша атқыласа да ұшқан құсты жолынан жаңылдыра алған жоқ. Жақын жолдастарынан айырылған жігіттер жеңістеріне қуана алған жоқ. Төстік дереу Асым диюдің басына қарай жебе бағыттап: қайда! деп айғай салды. Асым үндеген жоқ. Төстік ызаға булығып диюдің жанын алғалы тұрғанда: тоқтай тұр Төстік, деп Ақылбек сабырға шақырды. Оны қинамай-ақ сөйлететін әдіс бар. Қазір Асым сайрайды. Ақылбек асынған торбасынан құрғақ шөпті шыны ыдысқа салып, оның үстіне бір сұйықтық құйды. Су бірден қып-қызыл түске айналды. Сусынды ішкізуге тырысып көрген еді, дию жеңістік берген жоқ. Өз обалың өзіңе, деп Ақылбек торбасынан екпе алды. Айдалада Көлтауысардың сәресі қашып: о тоба, мынауың не, кішкентай садақтың жебесі ме? деді. Бұл екпе, жер үстінің адамдары мұны емдік мақсатта пайдаланады. Осыны салсаң болды, аузын ашпайтын Асым сайрап кете ме? деді Таусоғар қылжақтап. Сайрағанда қалай? деді Жомарт Ақылбекті жақтап. Асым екпеден кейін маужырап қалды. Әлі құрып, қимылдауға шамасы келмей тұр. Ей, мынауың ұйықтағалы жатыр ғой, деді епті тыпыршып. Тыныш, шулама, болды. Төстік ақырындап сұрағыңды қоя бер. Зұлымдықтың зауалы. Ақылбек артқа бір қадам жылжып, Асымның жүзіне үңілді. Асым болса, Төстіктің сұрақтарына ағынан жарылып жауап беруде. Асым, Бекторының қандай мақсаты бар? Төстік сұрақтың жеңілінен бастады. Бекторы өзінің туыстарын Қаратаудың құрсауынан шығарып алмақшы. Одан кейін өзіне қарсы шыққандардың бәрін тып-типыл етіп жоқ қылады. Жер үстінің батыры Төстік. Енді сенің қожайының Бекторы болады. Қаласаң да, қаламасаң да, деп Асым бір қалыпты дауыспен жауап берді. Жердің астын билесе жетпей ме, жердің үстін қайтпекші. Мұндағы қыз келіншектердің барлығы Бекторы перінің әулетіне ұрпақ жалғастыру үшін қажет. Ал ерлерінің жанын қол қылып, тәніне өздері кіріп алмақшы. Алла сақтасын, деді Ақылбек жағасын ұстап. Бекторының қолындағы тұтқындар қайда орналасқан? Олардың Созақ қаласының солтүстігінде тұрғызып жатқан үлкен ғимараты бар. Соның түпкі зынданында тұтқындары жатыр. Мәссаған, ғимарат тұрғызып жатыр ма? деді епті таңғалып. Енді жер үстін билеу үшін керек қой, деп Таусоғар жауап берді. Асым сәлден соң есін жиды. Санасына әлдене оралғандай айналаға қайта-қайта қарайлай берді. Төстік жанына келіп, шынайы жанашырлығын көрсетті. Тіпті Асымнан көмекте сұрады. Сонда дию: Төстік, мені босат. Жер астына оралайын, бірақ Бекторыға қарсы ештеңе істей алмаймын. Оның күші біз ойлағаннан да көп, деп жалына кетті. Жарайды Асым, босатамын. Бірақ маған Бекторының буынсыз жерін айт. Буынсыз жер тұрғызып жатқан ғимаратында 6 құбыжық қарауылдайтын бір бөлме бар. Олармен төбелесіп, күшіңді асыру мүмкін емес. Тек алдап жеңе аласың, егер айлаң болса. Сол бөлмеде Бекторының бір жаны жасырылған.
қалған 39 жанын өзімен бірге алып жүреді. Бірақ саған әскери көмек қажет. Бекторының баласын да жеңу оңайға соқпайды. Оның баласы бар ма? Баяғыда жалмауыз кемпірден қалған Шойынқұлақ дейтін албасты болушы еді ғой. Соның баласын Бектор бесікке оралған күйі судан тауып алған екен. Төстіктің ойына бір нәрсе сап ете қалды. Кезінде күңкеден қалған Шойынқұлақтың баласы екенін бірден сезді. Сол жерде жанын алмағанына іштей өкініп те қалды. Жауапты Жорық. Батыр сөзінде тұрып, Асым мен оның әскерін бостандыққа жіберді. Әрмен қарай жігіттер Жомарттың үйіне қарай тартты. Жол бойы бір-біріне сөйлерге сөз таппай, барлығы іштей тұнжырап келеді. Төстік көлікке отырған жоқ. Шалқұйрығына мініп, арттарынан ілесіп отырды. Айналаға көз тастап, өзіне таныс аймақты барлап, өткенін еске алды. Кенет жол бойында балбал тастарға көзі түсті. Айналдыра санап қараса саны тура 8 екен. Одан әрмен 50 метр қашықтықта тағы 2 балбал тасты көзі шалды. Айналаға тағы бір рет зер салды. Туған жерді ыстық топырағынан танайсың ғой. Төстікте өз мекенін солай аңғарды. Көз салсаң, қиыры көрінбейтін кең атырап ердің көзіне ерекше көрінді. Балбал тастарға қойылған белгілерді қараса, өзінің 8 ағайыны мен ата-анасының мүрдесі екен. Көзінен аққан ыстық жас, ыстық топырақтың қойнына тығылды. Аузына әлдеқандай аяттар түсіп, туыстарына Құран бағыштағандай болды. Төстік кетерінде моланың басына өскен сексеуілдің гүлін алып, қойнына тықты. Шалқұйрығына мініп, пырақтай самғап жолдастарын қуып жетті. Жомарттың үйі елден жырақ орналасқан екен. Бір қарағанда 4 бұрышты кішкентай ғана бөлме болып көрінгенімен, іші ат шаптырым сарай болып шықты. Үйдің көп бөлігі жертөледе орналасқан екен. Жігіттер, нәр татпағандарыңа 3 күн болды. Ұйқыда көрмедіңдер. Бүгінше дем алыңдар. Жауға қарсы шығуға да күш керек. Ертең маңызды күн. Бекторының зұлымдығына тұсау саламыз. Төстіктің бұйрығынан кейін барлығы шаршауларын басу үшін ұйқыға кетті. Тек түнімен көз ілмеген төстік қана Шалқұйрығының қасында айлы аспанға қарап ойланып жатыр. Қорқасың ба батырым, деді Шалқұйрық иесіне қарап. Қорқамын, бірақ өзім үшін емес. Мына зұлматтың басы қайтпаса, жер үстін мекен еткен адамзат баласы қалған күнін құлдықта өткіземе деп уайым жұтам. Шалқұйрық 4 тұяғын тең басып орнынан тұрды. Төстік ештеңе түсінбей жолдасына аңтарыла қарап қалды. Қасиет біткен жануар кісінеп, оқырынып, алдыңғы тұяғымен жерді ұрғылай бастады. Сол-ақ екен жер ортасынан қақ айрылды. Шалқұйрық төстікке қарады. Батырым, Бекторыны 8 сарбазбен жеңу мүмкін емес. Саған көмек қажет. Сол көмекті ертіп келуге кетіп барамын. Егер кібісенің ай толғанда оралмасам, менен күдеріңді үз. Ал оралсам, онда саған үлкен көмекті ерте келгенім деп түсін. Жануарға жауап беріп те үлгермей, төстік демін ішіне сақтады. Шалқұйрық түскен бетте қақ айрылған жер қалпына келді. Төстік үйге кіріп біраз уақыт тағат таппай жүрді. Таң атар атпастан барлығын тұрғызып, соғыстың айла-малын қарастыруға кірісті. Жорыққа жоспар. Ақылбек, кешегі қаруларымыз дайындап қойдың ба? Иә, міне мынау желаяқтың киімі оқ өтпейді. Сонымен қатар ауаны жарып өтуге қолайлы. Ал жауға қарсы шабуыл жасау үшін мына қаруды дайындадым. Батырманы бассаң, басындағы созылған жібі бірден отқа айналып кетеді. Тек абайлап қолдан. Көп рахмет, керемет қару екен. Келесі ептіге қанжар. Жай қанжар емес, лазерлі қанжар. Қалаған кезіңде жауыңды атып тастай аласың. Әрі аяғыңа аяқ киім. Ерекшелігі адымыңның дыбысын сездірмейді. Түсіндім. Төстікке арбалет. Мұны көне халықтар пайдаланған. Бірақ заманауи жақтары да жоқ емес. Бір көздегенде 10 шақты жауды жайпап тастай алады. Егер мына шығып тұрған бүйір ағашын ішке кіргізіп, қызыл батырманы бассаң, қылыш қайналады. Қарулармен танысып болған соң, төстік жолдастарына жоспарын айтты. Көрегенмен саққұлақ Бекторының қолында. Демек жау біздің әр амал шарамызды көріп, естіп отыр. Осы мәселені шешіп алуымыз керек. Мәселе шешілді деп есептей беріңдер.
деді Жомарт әлдеқандай заттарды үстелге қойып. Қалай? десті жігіттер. Көреген мен Саққұлақтың қабілеттерін қажетсіз ететін құрылғы бар. Мұна екеуін айтасың ба? Иә, сен ұстап тұрған зат көрінбейтін күрте деп аталады. Бұны кисек, көреген бізді бақылай алмайды, ал мынау біздің сөзімізді Саққұлаққа естіртпейді. Сенімдісің бе? Жаңа ғана осы екеуін Бекторының тұмсығының астына барып тексеріп келдім. Олар ештеңеден сезіктенген жоқ. Онда жоспар былай, деді Төстік жалындап. Епті мен Ақылбек, Бекторының ғимаратына барасыңдар. Әуелгі істерің тұтқындарды босату, содан кейін Бекторының жасырынған бір жанын алып кетулерің керек. Көлтаусар мен Таусоғар, сендер Қаратауды қоршаған құбыжықтармен айналысасыңдар. Таудың маңайына құрылған барлық құрылғыны бұзыңдар. Желаяқ, сен желдетіп, жер астына түс. Санаулы адам Бекторының зұлымдығын баса алмас, ал қосымша көмек ешқашанда артық етпейді. Самұрық пен Жылан Бапы ханның ұлына бар. Жер үстінің батыры Ер Төстікке демеу керек екендігін жеткіз. Ал біз Жомарт екеуміз Бекторыны алаңдата тұрамыз. Тәуекел түбі жел қайық. Сарбаздар өздеріне жүктелген міндетті атқаруға сақадай сай тұр. Жомарттың көлігіне отырып, Қаратаудың баурайына келді. Перінің зұлымдығы сіңгеннен бе қара жер қайысыпты. Топырақ түрленіп, қап-қара түске енген екен. Иесіз қалған ауылдарда, иесіз қалған малдардың сасыған өлекселері жатыр. Тіпті ет жегіш жыртқыштар да маңына жоламайды. Жер ана ботадай боздап жатыр. Бекторының билігі басталса, жер ананың күйі одан да нашар болар, деді Төстік қынжылып. Зұлымдықтың күші қашанда зор, оған қарсы шыққандар басын бәйгеге тігеді. Жөн айтасың, Ақылбек. Біз де ұрпағымыз үшін басымызды бәйгеге тігеміз. Бақытты күндер құрбандықты талап етеді. Төстіктің жалынды сөздерінен кейін барлығы өз тапсырмаларын жүзеге асыруға кетті. Жомарт көлігіне қайта отырып, киімін ауыстырды. Қолына қару алды. Жомарт, сен осында бол, деді Төстік. Менен не көмек болады? Жан-жақты бақылап отыр, жігіттерден хабар алып тұр. Кешегі оқты алдың ба? Иә, бомба дайын. Оның күші шынымен мықты. Әрине, екі жарылғышты атып, анау ғимаратты жоқ қылуға болады. Онда менен пәрмен күт, бұйрығымды ести сала оғыңды жаудыра бер. Түсіндім. Төстік қалғандарынан оқшауланды. Үстіне қорғаныш киімдерінде киген жоқ. Тек Жомарт берген құлаққапты ғана тақты. Көрінбейтін күртеше кимегендіктен көрегеннің көзіне түсу оңай болды. Бектор Төстікке ғашық болатын. Ерін тосқан әйелдей батырдың алдынан еркелеп шықты. Анталап тұрған қарауылдарды тыйып тастап, Бектор сөз бастады. Не мақсатпен келдің, Төстігім? Қырық жанымды қиюға келдің бе? Жоқ, сүйіктім. Жаңылғанымды сезіп келдім. Сенен артық жар таба алмайтынымды енді түсіндім. Бекторның бозарған өңі өзгерді. Төстікке не сенерін, не сенбесін білмей басы қатты. Жағасына оралған түлкіні сыйпалап, ойға шомды. Сенбеймін, сөзіңді дәлелде, деді Бектор тесіле қарап. Кенжекейімді тастап кеттім. Шал құйрығымды қуып жібердім. Садағым мен жебем міне, деп алдына лақтыра салды. Әлі де сенбейсің бе? Бекторның жүзі жылады. Бірақ жанында жүрген Күнкенің баласы Төстікке күдікпен қарады. Еріп келген жолдастарың қайда? Көрінбейді ғой, деді Күнкенің баласы қадала сөйлеп. Төстік айтарға сөз таппай қалды. Бектор да сезіктенді. Жандарын ана дүниеге аттандырып жібердім. Бектор екеуміздің келешегімізге кедергі келтірер деп. Төстіктің әсерлі сөздерін пері қуана қабыл алды. Көптен күткен қонағындай қарсы алып дастархан жайды. Барлық әскері тоятындай ас даярлап той қылды. Осы кезде Ақылбек пен Епті алып ғимараттың ішіндегі тұтқындарды босату үшін айла ойластырды. Артық шу шығармай істі бітіру керек еді. Сонда Ақылбек: Епті, мен қазір қарауылды алдандыра тұрамын. Сен осы уақытта кілтті алып үлгер, және барынша аулаққа қаш, себебі мен ұйықтататын ұнтақ шашамын, деп жоспармен бөлісті. Өзіңше қашып үлгересің бе? Уайымдама, бетперден бар, қане іске кірсейік. Ештеңеден уайымы жоқ қарауылдар алаңсыз асқа бас қойған сәт еді. Өзара әңгімелесіп, әзілдесіп жатқанда тықыр еткен дауыс естілді. Қайырлы күн болсын, мейірімді жандар. Адасып кеттім, көмектесіп жібермес пе екенсіздер, деді Ақылбек ілтипат білдірген болып. Саған бүгінгі күн қайырлы болмайын деп тұр ау,
деді бір қарауыл. Қалғандары соған қарқылдап күліп мазақ қылды. Ақылбекке бас салып ұмтылғанда епті білдіртпей кілтті алып үлгерді. Бір қарауылдың шамасы жетпегенін байқап, қалғандары да шақырылмаған қонаққа тұра ұмтылған. Сол мезетте шашылған ұнтақ барлығын сеспей құлатты. Айласы асқан жігіттер дереу тұтқындарды босатуға кірісті. Епті есікті ашқан соң ешкімнің зынданнан шығуға дәті бармады. Керісінше қуыс-қуысқа тығылып діріл қағып тұр. Тез шығыңдар, біз ниеті жақсы адамдармыз, көмектесуге келдік, деген Ақылбектің сөзінен кейін ғана адамдар қозғала бастады. Байқаса, тұтқында отырғандардың көбісі әйел кісілер, бірлі жарым қуаты қайтқан қарттар да көрінді. Арасында үлкендеу келген ақ жаулықты ана Ақылбектің жанына келіп, күйеулеріміз бен балаларымызды да құтқарыңдар, деді жалына сөйлеп. Олар қайда? Қаратау қойнындағы темір торларға қамалған. Таудан босап шыққан перілер солардың тәніне барып қонады екен. Түсіндім. Епті, халықты ертіп таудан аулаққа апарып жасыр. Мен Көлтаусар мен Таусоғарға жаңалықты жеткізейін. Жарайды, абай бол. Епті көпшілікті соңынан бақылап, алдыңғы қатарға тоқтамай жүре беруін бұйырды. Бекторыдан жанын ала қашқан жұрт дем арасында қара түнектен босап шықты. Ақылбек Қаратаудың баурайынан қос тосын іздеп біраз сабылды. Бір жағы артық шу шығарып қоя ма деп қатты қорықты. Солай да болды. Жақын жерден жарылыс естіліп, Ақылбек сол маңға қарай жүгірді. Келсе, Көлтаусар мен Таусоғар бірнеше бекіністің тас талқанын шығарған екен. Ақымақтар, сендерге артық шу жасамаңдар демеді ме? Деп Ақылбек айқай салды. Қайдан білек, бізге боз. Не боз? Бұзуды ғана білесіңдер, кішкене ақылмен жұмыс жасау керек қой. Кешір достым, біздің сенікінде ақылымыз жоқ. Осы ма айтқың келгені? Ақылбек үнсіз қалды. Біраз ойланып тұрды да, жарайды, артық кетсем айып етпеңдер, деп ашуын ішіне жұтты. Не боп қалды? Тұтқындардың жайы қалай? Деп Таусоғар тірлікке көшті. Олар бостандықта, Епті жол бастап кетті. Бірақ тұтқындардың барлығы әйел кісілер екен. Еркектерін таудағы темір торда ұстап отыр. Соларды босатуымыз керек. Кеттік ендеше. Үшеуі тау маңайлап қырға шығып кетті. Жолдағы жауды жапырып, шу шығармай, ішке хабаршы жібермей, аяқтарын аңдып басып келеді. Бостандықтың дәмі. Сарай іші қызып жатқан сәт. Бекторы төстікке деген махаббатын жасыра алмай, кібісе жылының қасиетті күні аяқталған соң үйленеміз деп шешті. Тойға жайылған дастарханның дәміне қызығып, қарауылдар қызметтерін ұмытты. Сырттан хабар алушылар астан алыстағылары келмей, бәрі жақсы деп тынышталдырып қойған. Бір кезде Бектор мен төстік көпшіліктен бөлініп оңаша қалды. Сонда төстік: Бекторы, саған сыйым бар, деді өтірік жымиып. Иә, ол қандай? Деді пері ештеңеден күдіктенбей. Алқа, келе жатқанымда жасалды. Асығыс болғандықтан онша әдемі болмай қалды. Жоқ, керісінше өте әдемі. Мен саған не сыйласам екен? Деп Бектор ойланып қалды. Менің сенен сұрайтыным бар. Соны сыйлық ретінде тарту етсең жеткілікті. Ол не? Менің байырғы достарым Көреген мен Саққұлақ. Деп пері қобалжып кетті. Сонда төстік қулыққа басып: Бекторым-ау, егер сен маған тұрмысқа шықсаң, олардың қажеті болмай қалады. Сондықтан ол екеуін мен алайын. Ер жігітке көрегендік пен сақтық қажет қабілеттер ғой. Ал сендей сұлу перінің қызында ондай қабілеттер жеткілікті, деді. Ер төстік өзін іштей жек көріп тұр. Кеудесінде алай-дүлей дауыл тұрғандай, келбетінен суықтық сезілді. Перінің қызынан жиіркеніп тұрғаны сонша көзіне тік қарауға шыдай алар емес. Бірақ ол сезімін сыртқа шығаруға болмайды. Онда істің біткені. Сырттай тек жайдары жүз, күлімсіреген келбет көрініп тұр. Сонысымен ол Бекторының жүрегін жібітіп алды. Анау-мынауға есе жібермейтін сұм пері осы жолы саудасынан жаңылды. Төстік шынайы ғашық екен деп бос қиялға қатты берілді. Көреген мен Саққұлақты ерінің алдына салып, арманын орындай салды. Көздеген мақсатына жетіп, көңілі көншіген төстік әккі Бекторының жанынан қас қағымда ізін суытты. Саққұлақ пен Көрегенді құшақтап: Мына терезеден секіріңдер, анау сайға қарай жүре берсеңдер, алдарыңнан жомарт шығады, сол жігіттің жанында болыңдар. Сен ше? Мен Бекторыны алдаусыратып уақыт соза тұрамын. Әлі қалған жігіттердің жұмыстары біткен жоқ. Енді тұрмаңдар,
тез қашыңдар. Төстік белгісіз бөлмеден шыға бергенде алдынан Күнкенің ұлы тосып тұр екен. Төстік сасып қалды. Не дерін білмей кері бұрылып кетіп бара жатыр еді. Сенің ойың таза емес, анамды алдайын деп жүрсің ғой, деген сөз естіді. Оны уақыт көрсете жатар, бірақ мен анық білетін бір нәрсе бар. Ол не? Сенің анаң Бектор емес, деп Төстік Бекторыны іздеп кетті. Тұсауланған Төстік. Кібісе жылының соңғы күні басталды. Бекторы бар күшін жинақтап, Қаратаудың қойнына келді. Қараса темір тордың ішіндегі еркек кіндіктілердің барлығы ізім қайым жоқ болған. Таудың маңайын қанша тінтісе де таба алмады. Қашып кеткен, деді іздеушілердің бірі. Зындандағы әйелдер де жоқ. Біреулер қарауылдарды ұйықтатып, тұтқындарды босатып жіберген екен. Бекторының ызасы келді. Түрі одан сайын бозарып, бетіне қан жүрмей өлген адамдай көгере кетті. Кімнен сезіктенерін білмей дал болды. Ер Төстіктің адамдары, деді Күнкенің ұлы жақындап келіп. Бақыртас, рас айтасың ба? Иә, анашым, қарауылдар Төстіктің бір жолдасын байқапты. Сол адам көздеріне бірдеңе шашып, ұйықтатып кеткен екен. Рас па, Төстік? Деді пері ызғар шаша сөйлеп. Әрине өтірік, Бақыртастың тіпті дәлелі де жоқ. Сол кезде Бақыртас жанында тұрған сарбаздың бетіне ұнтақты шашып жіберді. Қобыжықтың көзі қарауытып, өңі өзгеріп, топ ете түсті. Мынадай нәрсе жасауға Төстіктің ақылшы сымағының ғана шамасы жетеді. Дереу көзін құрттыңдар мына өтірікшінің, деп Бекторы бұйрық берді. Қобыжықтары қару алып, бұйрықты орындамақшы болғанда. Тоқтаңдар, өлтірмеңдер. Төстіктің жанын тірі өлік қылып қинаймын. Әрі халқының қалай қиналғанын да көрсетермін, деп пері тапсырмасын өзгертіп, Төстікті зынданға тастады. Ер Төстіктің ойлағаны болмады. Бектор перінің ішінен іртіп, жеңіске жетемін деген еді. Енді міне қараңғы қамақта қараң күнін өткізіп жатыр. Кенет есіне құлағындағы құрылғы түсті. Бірақ қалай қосатынын ұмытып қалған. Ары бері шұқылап көріп еді, онысынан ештеңе шықпады. Ер Төстік сағы сынып, салы суға кетті. Ендігі үміт артатын ештеңе қалмағандай көрінді. Оң жағына қарай жантайып, қалғып кетіп түс көрген еді. Түсінде әке апасымен және 8 бауырмен құшақтасып көрісті. Хал жағдай сұрасып болған соң біраз тұрды. Сол кезде батыс жақтан қараңғы түнекті көреді. Түнек Төстіктерге қарай жақындап, жолындағыны жапырып келеді екен. Түнекте қалған жасыл ағаш қурап, тау өгіліпті. Қорқыныштан «Қашайық!» деп Төстік айғай салды. Ерназар ұлына тоқтау салып, «Балам, тоқта!» деді. Сол-ақ екен, жолындағысын таптап келе жатқан түнек бұларға залалын тигізе алмайды. «Қалай?» деді Төстік таңғалып. «Ұлым, бұл өмірде сені құтқаратын нәрсе қара күшің емес. Сенімің, жүрегіңе өңіл, сенімің қай дәрежеде, өзіңе қаншалықты сенесің, ең маңыздысы осы», деп барлығы көзден ғайып болады. Шешуші шайқас. Ер Төстік ұйқысын ашып қараса, қалтасында салған сексеуілдің гүлі жарқырап тұр екен. Гүлді қолына алып жерге отырғызды. Одан дем арасында өскін пайда болып, сексеуіл өсіп шықты. Ағаш қара түнектен құтқарамын дегендей, айнала қоршап, қорған болып тұра қалды. Бекторы бұл ғимаратсыз ештеңе істей алмайды. Егер бұның көзін жойсақ, істің бір жартысының біткені, деп күбірлеп, Төстік дереу құлақ қабын іздеді. Онысын зерделеп қарап, керекті батырманы тауып алды. Арғы жақтан Жомарттың дауысы шықты. «Төстік, естіп тұрсың ба?» «Жомарт», деді Төстік қуанышты дауыспен. «Тыңдап тұрмын. Оғыңды ғимаратқа қарай жібер. Бірақ сен ішіндесің ғой, саған залал тиіп кетуі мүмкін». «Жоқ, мен олай жасай алмаймын. Жомарт, мен үшін қам жеме, жай ғана айтқанды орында». Бұйрық орындалды. Ғимаратқа қарай 10 шақты бомба тізбектеліп ұшып келеді. Ай сәулесі жарық шыққан түні мұны байқау қиынға соққан жоқ. Байқағандары қашып үлгерді. Дегенмен Бекторы әскерінің басым бөлігі Қаратау маңында болатын. Ғимаратта перілерді босататын құрылғы бар еді. Құрылғының сарайымен қоса күлі көкке ұшты. Айнала өртке оранып, Бекторының бар мақсаты әп сәтте мардымсыз қиялға айналды. Өшпенділікке іші толған пері
Темір хан мен Кещи ханның әскеріне өз құбыжықтарын қосып, шабуыл жасауға бұйрық берді. Жер бетін жаулауға кірісіңдер. Алдарынан кескен адамдардың ешқайсына аяушылық жасамаңдар. Мен бұларға Бекторының құдіретін көрсетейін, деп тістене сөйледі. Бақыртасты ертіп, жаны жасырынған жерге барды. Перінің жаны күлі қалған ғимараттың ең мықты бөлінбейтін бөлшегінде сақталды. Темір хан мен Кещи хан әскеріне басшылық етіп, жер бетін жалауға аттанды. Алғашқы қарсыластары ретінде Төстіктің 9 жолдасы оларды күтіп алды. Сонда Темір хан: «Ей, батырсымақтар, өлімдеріңе асықтыңдар ма?» деп мазақтады. «Соны айтам, 9-ың мына жер қайысқан қолға не істей аласыңдар?» деп Кещи хан да кекетіп қойды. Ақылбек Төстік берген қос тасты қайрап, Көл Таусарға қарады. Көл Таусар ортындағы толған суды жазық жерге төге салды. Олардың бұл әрекетін көріп, қос хан одан сайын мазақтап күлкіге қарық болды. Бірақ ылғал жердің өтінен бұзаубастар шыққанда күлудің ыңғайы келмей қалды. Артынша шалқұйрық пырақтарына Бапы ханның ұлы бастаған әскерді отырғызып, дер кезінде жетіп келді. Ал желаяқ болса самұрық құстың үстіне отырып келген екен. Қара түнек пен аппақ ардың соғысы басталды. Зұлымдық пен жақсылықтың қақтығысы басталды. Кімнің жеңетінін уақыт көрсетер. Өзінің жанын алуға барған Бекторы мен Бақыртасты Төстік күтіп алды. Перінің жаны қолында екен. «Ей, Төстік, ақмақ болма, жанымды өзіме қайтар. Сен осы уақытқа дейін қанша тіршіліктің жанын алдың? Солардың өтемі осы болмақ. Бірақ бірінші бір шындықтың бетін ашып алайық. Нені айтасың?» «Бақыртастың анасы емес екендігіңді айтам. Оның анасы Күнке». «Қайдағы жоқты айтпа, Бақыртастың анасы мен. Ұрғашы перлер ұрпақ жалғастыра алмайды. Бақыртастың басына айналдырып алғаның сонша, ол ақиқатты біле алмай жүр». «Апатай, менің шын анам кім?» деді бір кезде Бақыртас Бекторға қадала қарап. «Мен әрине». Төстік болмағасын Бекторының жанын қинады. Бір-екі соғылған қанжардан сайрап кетпегенімен, үшінші соққыдан кейін бар шындығын жайып салды. «Иә, сенің анаң мен емес, Күнке деген біреу. Ол қайда қазір? Мен оны диюға айналдырып жібергенмін. Не? Оларды Төстіктің әскері қырып тастады емес пе?» «Жоқ», деді Төстік. «Біз оларды жөнімен жібердік. Қазір жер астында болуы мүмкін». Төстік Бекторының дәуреніне нүкте қойды. Қырық жанын қиып, соңғы перінің зұлымдығын тұсаулай алды. Сол сәтте құбыжықтардың барлығы жер бетінен жоғалып, перінің сиқырлары күшін жойды. Қара түнекке кірген Қаратау маңы қайтадан түлеп сала берді. Темір хан мен Кещи хан күнәсі мойындап, өз еріктерімен берілді. Кенжекейдің айы күні жетіп, толғағы қысты. Беліне байлаған боз орамалы шешілді. Бір күндік пен бір үміттің ортасында қалып, перзентін аман есен босатып алды. Айналадан жиналған жақын туыстардың құттықтауын естіп, мәз мейрам болып қалды. Бірақ көп құттықтаудың арасында бір сөз Кенжекейдің шарасын тырнады. «Баланың атын кім қоямыз, азанды кім шақырады?» деді бір кісі. Кенжекей үнсіз қалды. Көңілінің хошы құрып, өмірінің мәні жоғалғандай күй кешті. Сол-ақ екен, қараң-құраң еткен көпшіліктің арасынан «Азанды өзім шақырам, аты ел аман болады» деген дауыс шықты. Кенжекей басын көтеріп, зер салып қараса, сарыла күткен Төстігі екен. Осылайша барлығы бақытты да шат-шадыман күн кешіпті.